Алтын тойға қош келдіңіз меймандар. Ұзағынан болсын дейміз мейрамдар. Жарқыратып ата-ананың маңайын, жиналуда тілекші жұрт ағайын. Алға жылжып бақыт өмір кемесі, 50 жылдық алтын тойдың жетті бүгін белесі. Төрге алып ата-анадай асылда, махаббатпен бірге кешкен ғасырды. Жаратқанның қолдауының арқасында, немере мен шөпшектердің ортасында. Төріміздің сәні болып мәңгілік, ұрпақтарың жырға қосар ән қылып. Алтын күнмен жарқырайды аспаны, баяндалып өмірлік жолдастаны. Той беруде Жылқыбаев әулеті, 50 жылда балашаға дәулеті, берекелі үлкен үйге айналған, дастарханы адал аспен жайнаған. Қамқалыда өмір жолы басталған, кіші жүздің тама руы тарқалған. Серік болып Орынбайдай ағаға, лекер аты қойылыпты балаға. Артынан еріп Ерғалидай енесі, қарындаспен кеңейіпті тынысы. Зәуре, Раушан, Әмина мен Мәдина бір-біріне қамқор болған бауырлар. Олар барда қиын емес дауылдар. Отбасының бірлігімен ержеткен, түлеп ұшты орта білім мектептен. Байқадамда Алтайдың маңайы, комбинатта білім алды арнайы. Тізгіндетіп темір тұлпар көлікті, еңбегінің жемісін ол көріпті. Жаратқанның әмірімен болғанда, үш аралға сапар жолын салғанда, Айткүл қызбен танысты, таныстығы пәк сезімге ауысты. Ән кешіне бірге барды себеппен, өтпей қалды бұл кешеде кенеттен. Жұлдыздары жымыңдаған аспанда, самал желі жаулығымен арқаңда. Алғашқы рет әңгіме дүкен, жүздесу, серуенмен аяқталды кездесу. Жылдар жылжып өткен кезде арасы, Қамқалыға көшкен кезде ағасы. Ағасынан көрді ана қамқорлық, машинистің ісім бастап конторлық. Іс қағазды жүргізетін маманы, кадрлерді қабылдайтын саланы. Ізденпаздық сезімде атқарады жастық шақтың кезінде. Сол жылдары келін күткен халқымен, жас әкеміз алып қашу салтымен. Тапты себеп бір амал, ару қызға тағылады орамал. Осылайша босағадан майын құйып сұлуы, қайын жұртын бауырап алды жылуы. Осы күні отау тойы тойланды, осы күннен тағдырлары байланды. Шаңыраққа бақыт құсы қонады, берекемен ырыс келіп орнады. Қабыл болып халқы берген батасы, немересін қолға алып атасы. Бауырға басып енесі, қуаныштан көкке жетті төбесі. Ал әкеміз ер борышын өтеуге, солдат болып аттанады әскерге. 2 жылы өте шықты сағына, жас сарбазы оралады жарына. Қуанышы қуанышқа ұласып, дүбірлеген сүйіншісі қарасып. Ғалымжан мен Бақтиярдың туғаны, лекер әке Айткүл ана болғаны. Екеуінің қызығына тоймаған, екеуінің қадамдарын тойлаған. Артынан еріп әйгерімі гүліндей, қош жанары пәктігімен күлімдей. Бақыттары еселенді тағыда, өмірге кеп кенже қызы күніндей. Алтынай деп ай мен күнге теңеген, 5 баламен кеңейіпті керегем.
пәк сезімге куә болып өскенбіз. Сыйластығын үлгі қылып өнгенбіз. Қаһарлы қыстың күнінде тірі гүлді сыйлағаны анаға, естен кетпес ғажайыптай балаға, мәңгілікке сақталды ол санаға. Әке, сізге жетер бұл ғаламда бар мадам, еңбек қорлық қуатына таң қалам. Ана, сізден еткен сарқылмайтын мейірім, үлгі бізге көз қарасың, пейілің. Әкеміздің сезінгеннен тіреуін самғап жүрміз, кеңге салып арқамды. Анамыздың сезінгеннен тілеуін бақытты боп аттырамыз әр таңды. Заңдылығын үйреттіңіз адамдықтың, алдымызға жолын салып адалдықтың. Бес баласы білім алып өнсін деп, мамандықтың сан түрінен көрсін деп. Қожалықты қолға алып бастаған, қамбар ата ниеттерін қолдаған. Жеткізем деп қарамастан бейнетке, малды бағып жеттіңіздер зейнетке. Ұлдарыңыз тапты өмірде қосағын, ақ отауда жағып бірге ошағын. Гүлзат, Гүлнұр, Индира атты келіндері, немерені өмірге әкеп керімдері. Атқа мінер Ердос пенен Санжарың, көшті бастап аға болған жандарың. Майын жалап шөберенің қолынан, әжелері бата берді молынан. Айзере ата әженің әні болды, топ баланың ішіндегі сәні болды. Айгерім мен Алтынайдың жолынан сіңілі болды, еріп барар соңынан. Мәуелі бәйтерегі жайқалуда, әулеттің шежіресі тарқалуда. Айбек, Айсұлтан, Ернары мен Ерсұлтан, Шыңғыс, Абылай, Абайы мен жалғасып келе жатыр тармақтары, ата-ананың орындалып армандары. Ата-анаға қарыздармыз мәңгілік, той төріне екі асылды хан қылып, думандатып алтын тойы ашылсын, жұғысты боп той шашуы шашылсын. Болыңыз жаратқанның назарында, немере шөпшектердің базарында. Ата-анам ең асылым бізге берген, тойлайық думан тойды жүзге келген.